Сәлем достар, сіздермен бірге орынай, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, бүгінгі пісіретін тортымыз цифр. Мен цифр тортын вупи пайдан жасадым. Ол үшін 3 жұмыртқаны жарып, қантпен араластырамыз. Массамызды ағарғанға дейін миксерлейтін боламыз. Су моншасында сары майымыз бен шоколадымызды әбден ерітіп аламыз. Суығаннан кейін барып, жаңағы жұмыртқалы массамызға құйып, оны миксермен араластыратын боламыз. Алдын ала ұн, какао разрыхлителімізді өлшеп, осылай електен өткізіп, сұйық массамызға 3-ке бөліп араластыратын боламыз. Бірден салуға болмайды, жаймен осылай араластырып отыратын боламыз. Сол кезде массамыз біркелкі болып шығатын болады. Алдын ала осылай А4 форматына 2 деген цифрымызды қағазға шығарып алдық. Екеуін шығардым, біреуін қайшымен қиып аламын, оны кейін түсіндіретін боламын. Енді біріншісімен біз осылай пергамент қағазымызды бетіне қойып, ручкамен сызып аламыз. Үш пергаментті осылай бірдей қылып дайындап алдым. Енді жаңағы массамызды осы сызықпен орналастыратын боламыз. Мен сіздерге 2 жолын көрсетемін. Біріншісі, жаңағы сызықтардың бойымен қасығымыз арқылы орналастырып, өстіп әрбір жетіне жеткенге дейін жағып шығамыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Екінші жолы осылай кондитерлік мешокқа салып, басын кішкене ғана тесіп жібереміз де, жаңағы ізбен осылай жүріп өтетін боламыз. Және де ішін толықтай толтырып, барлық жеріне жеткенге дейін өсіп тегістеп шығатын боламыз. Видеодағыдай жасасаңыздар болады. Ысы күйінде жаңағы қиып алған екімізді осылай орналастырып, жан-жақтарын тез-тез пышақпен алып тастайтын боламыз. Өйткені суып кеткеннен кейін бұл қатып кетуі мүмкін. Сондықтан ысы кезінде жасау керек. Енді креміне кіріссек, бірінші творожный сырымызды әбден миксерлеп аламыз. Оның үстіне сливкиімізді құямыз. Сливки міндетті түрде салқын және 33% болу керек. Үстіне сахарный пудрамызды сеуіп, әбден қоюланғанға дейін миксерлейтін боламыз. Енді тортымызды жинауға кірісейік. Кәдімгі вупи пай торты ұқсатып жинайтын боламыз. Екімізді қойып, осы насадка, вупи пайдың насадкасымен шариктерімізді шығаратын боламыз. Ортасына кремімізді толықтай жағып, лопатканың көмегімен жан-жағына жеткізіп тегістеп аламыз. Үстіне екінші егімізді қойып, дәл осы жағдайды қайталайтын боламыз. Үстіңгі бетін ойысып шариктерді қойып шығатын боламыз. Енді
әдемілеуге кірісеміз. Әдемілеуді әр адам өз қалауынша істесе болады. Менде бұл жерде орео печеньесімен және M&M's шоколадтары. Whoopie'дің кез келген цифра тортын осы рецептпен жасасаңыздар болады. Менімен бірге видеоның соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Орынай.